Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын асқабақ қосылған ханум дайындайтын боламыз. Орама деп те атайды. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Асқабағымызды осылай тазалап аламыз, сыртын ашып. Сырты қаттылау болады. Жақсылап ашып аламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Менің арнама жаңадан қосылғандар болса, жаңадан келгендер болса, видеомды соңына дейін көріп, қолдап, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Егер рецептерім ұнаса, маған тіркеліңіздер. Енді пиязымызды, 2 пияз алдым мен. 2 пиязымызды жақсылап ашып аламыз. 2 картошка алдым. Отбасымыздың үлкен кішісіне қараймыз. Біз кіші отбасы болғандықтан өзімізге жететіндей қылып жасадым. Барлығын ашып болғаннан кейін енді жуып аламыз. Асқабақтың барлығын салған жоқпын, жартысын ғана салдым. Соны да ескеріңіздер. Осындай кубик тәріздес етіп, барлығын жуып, турайтын боламыз. Барлық жеміс болсын, көкөніс болсын, өз уақытында жеген дұрыс. Қазір асқабақтың мезгілі болғандықтан, күз мезгілінде пісетін болғандықтан, өзімізге қажетті витаминдерді асқабақтың құрамынан алып отыратын боламыз. Магний, йод, фосфор, темір жеткілікті мөлшерде кездеседі. Асқабақты негізінен барлық адамдар қабылдаған жөн, әсіресе семіздіктен құтылғысы келетін адамдар, және де жүкті әйелдер, жас босанған аналар пайдаланса, сәбиге де өзіне де тигізетін пайдасы витаминдер ішіндегі жеткілікті мөлшерде. Сондықтан асқабақты қосып, самса, немесе ханум, немесе асқабақ шырынын істеңіздер, суық кездерінде тұмауға, өкпе қабынулардың алдын алуға көмектеседі. Сіздермен бөліскен ақпараттарым егер де пайдалы болса, видеомды қолдап кетіңіздер, және де комментарияға міндетті түрде өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай асқабақты, пиязды, картопты барлығын кубик тәріздес етіп турап алдым. Енді ет қосатын боламын. Етті турап та қостым, және де фарш та қостым. Ет майсыз болғандықтан май араласқан фарш қосып жібердім. Немесе аздап құйрық салсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай кубик тәріздес етіп турап алдым, және де фаршта қостым. Фарш шілей-майлы емес. Енді қалауымызға байланысты тұз және де қара бұрыш салып араластыратын боламыз. Дәміне қарай және де қоса бересіздер. Тұз өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Етімізді, фаршымызды дайындап алғаннан кейін енді қамыр илейтін боламыз. Електен өткізілген ұнға тұз салып, сумен жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Қамырымыз қатты болып қалмасын. Илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа пакетке салып қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін осылай ұн сеуіп, қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Алдымен
Енді оқтаудың көмегімен жақсылап біркелкі етіп, жұқа қылып жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін май сүртетін боламыз. Менің дастарханыма сыймағандықтан 2 бөлікке бөліп май сүрттім. Бірінші жартысына осындай барлық жеріне тигізіп май сүртіп аламыз. Содан кейін фаршымызды дайын болған салмамызды салатын боламыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жайып аламыз. Содан кейін ортасынан бөліп тең 2-ге бөлеміз дағын, орайтын боламыз. Домалақ қамыр болғанда 4-ге бөлеміз. Мен қазір жартысын жайып тұрғандықтан ортасынан 2-ге бөліп орап алдым. Енді листімізді майлап қоятын боламыз. 2 кетеді. Менде 4 штук шыққандықтан 2 листке 2-2-ден майлап салдым. Үстінде майлайтын боламыз. Майлап болғаннан кейін суымызды газға қойып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін қанымызды қойып 45 минут пісіретін боламыз. Бұл да піседі. 45 минуттан кейін көріп тұрғандарыңыздай пісті. Енді кесіп ыдысымызға салатын боламыз. Үстінен қызылымызды сүртіп, енді дастарханға ұсынсақ болады ыстық күйінде. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецептерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да рецептер салатын боламын. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.